Даңқын қайда төскөрлеген. 200 мың әскерменен 6 ай бойы кішкентай отырарды ала алмау. 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау. Ойы дауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан. Менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба. Намысыма сызат түсті мына сенің арқаңда. Деп Шыңғыс хан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған. Болар бәлкім, алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аяным. Қанша үмітім желге ұшты, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боял. Егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем, бұл бір қайсар халық екен. Тірліктен де артық қойған бірлікті. Жүрегінде ыза табы қалмағандай бір мысқал. Шалалаусың, деп жымайды Шыңғыс хан. Сақталмауы мүмкін емес сердіңде. Сен 9-ға келгенде, ұлу жылы, Үкітайдың тойында, оқ өтпейтін алып батыр жайында, ертек айтқам, оңашалап өзіңе. Сол ертекті неге алмадың пайымға? Кешір әке, балалық па, зерсіздік пе, шалалық па? Тек нобайы ғана қалыпты есімде. Ұмытпасам, Массагет даласында, аңдысқан қас пен достың арасында, атса садақ дарымайтын, мыңмен жеке шайқасса арымайтын, шапса қылыш кеспейтін, жанарынан мейірімі өшпейтін, өтіпті бір өжет батыр нар кісі, деп баласы кібіртіктеп тоқтады. Есімде жоқ әке одан арғысы. Есің кетсе, естіге кіріп тарсың, ең бастысын ұмытқансың, деп Шыңғыс хан ызбарлана тіл қатты. Әр сөзінде атан түйі қайыр сардай зіл жатты. Жә, ендеше түсірейін есіңе. Жомарт аңқау сайын дала төсінде, сан мың әскер жеңбеген өр алыпты, бір-ақ адам табанына салыпты. Әлгі алыптың кеудесінде бармақтай, оқ өтетін осал жері болыпты. Даңқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындық та бұғып жүрмек қасында. Айла Кержан соны жазбай таныпты, қай кезде де айла кескен нарықты. Жақын барып, үңілместен жауыңа, шығам деме ұлым жеңіс тауына. Адам аз ба күшке сені бадасқан, жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жері болмай ма? Болса қайсы? Оған бастар жол қайда? Ал бұл сұрақ, бар кез сенің жүру керек басыңда. Менің күллі жеңісімнің құпиясы осында. Көңілінен күрт серпіліп наласы. Ұқтым әке, деп жымайды баласы. 6 ай бойы ерлік салтқа төрін берген отырар. 6 ай бойы алапатта жеңілмеген отырар. 6 ақ күнде жермен жексен қиырады. Ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан, ұлы қала Азияның маңдайына сыймады. Безбүйрек жау, сәбилерді, шалшауқанды кемпірді, тіпті жүкті әйелдің де үшін жарып өлтірді. Құзғын қарға ғана тынбай шарлап мұңлы аспанды, отырардың аянышты, зарлы өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар, 150 мың халқы бар. Нән қаланың асқақ әні осы менен шектелді. 3 күннен соң 2 адамды Шыңғыс ханға ап келді. Оның бірі атаңызға айналған 6 ай бойы отырарды, ап шығам деп арпалысқан қайраннан, аман өткен сан алапат майданнан, жүрек шамы ізгіліксіз жанбайтын,
Қанаттыны талаптыға жалғайтын Фараби мен Яссауидің жырларын таңнан таңға жатқайтудан талмайтын әр өзгеше ел басқару мәнері отырардың қайратты хан еді. Екіншісі қара мұрты қара түнде қатқан қара қанатын Шағатайға отырардың қақпасын ашып берген қара шоқы болатын. Қайран тірлік, бақ пенен зор қырқысқан, түлкі сайға, қыран өрге тырмысқан, екеуіне алма кезек көз тастап, ұзақ, үнсіз ойға шомды Шыңғысхан. «Иә, Қайырхан», деді сосын жай ғана. «Рух ердің өзегі ғой қайдада, ең әрісі, жеңілістің өзінде шешкін келіп тұр өзіңнің пайдаңа. Жігіттерім рухыңа қармақты, салмақ болып тәніңді әбден қорлапты. Батырлықтан бағың бірақ жанғана, маған қарап күліп тұрсың сонда да. Олар сенің жеңгеніңмен тәніңді, амал нешік, жең алмапты жаныңды. Мысқыл күлкің салды маған қаншам ой. Шіркін, сенде 5 қос қолбасшым болса ғой, қалың қолым ұқсап дүлей тасқынға, бөлеп дарқан күйге мені бүкіл әлем билер еді аяғымның астында. Ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тап қылды. Қайғылы әрі күлкілі, қайран аңқау дара тұлға, аңғармапсың қанатыңа жасырынған түлкіні. Ерлігіңе осы болсын сыйлығым, саған қидым бұл сатқынның билігін. Тұр еді еркін езу жимай күлімдеп, мына әңгіме лезде құтын қашырды. Қара шоқы есі шыға дірілдеп, Шыңғысханның аяғына бас ұрды. «Ұлы ханым, әділдік пе мұныңыз? Өлілгенше боп өтейін құлыңыз. Отырарды мен қол үшін бермесем, оңай жаулап алар ма еді ұлыңыз?» «Оған дау жоқ», деді Шыңғысхан түнеріп. «Сенен асқан бар ма бірақ тірөлік? Қастерлінің бәрін жыққан табанға азған сен бе, әлде мына заман ба? Тым құрса, қасиетті бір сезім қалу керек емес пе әрбір адамда?» «Рас, менің нөкерлерім безбүйрек. Зұлымдықты ерлік деп те таниды. Олар тіпті өкшесімен езгілеп кете алады жазығы жоқ сәбиді. Одан да ірі хайуандыққа жете алады төзімі. Бәрін өзім үйреткенмін о баста. Қаталдық пен аяушылық сезімі жауынгердің жүрегінде түспеу керек таласқа. Түспеу ләзім қос сезімнің дауына, мен осыған қатты көңіл бөлемін. Қаншама иттік істесе де, олар жауына туған жерін сатпасына сенемін. Дәмелендің шығарар деп төріңе, жетті көзің, ол үмітің құр елес. Опассыздық жасадың ба еліңе, ертең саған мені сату түк емес. Шарам нешік, тұрмын сені тіпті аяп. Сорлы тансыз қарайыпсың қаныңа. Қашан менің сатарыңды күтпей-ақ, алдыңда ұрып кеткенімен алыма. Жақсылығым қайтпады деп арма, сатқындыққа сатқындықпен тіл қату ұқсамай ма табиғаттың заңына? Құлақ түрер кім алды енді зарыңа? О дүние сапарына, сатқыным, сені баттан әділдіктің барына. Нөкеріне бұрылып: «Қане, қылыш ұстатыңдар Қайсар батырдың Қайырханның қолына». «Тоқта, Шыңғыс», деп Қайырхан саңқ етті. Бұл баланың әкесі бір нартекті, адал еді елге сыйлы зиялы. Адам еді, адал ұшқыр қиялы.
Әкесі үшін перзентіне сеніп ем, сатқын болып шықты мына тұяға. Оны ойласам, от жүрегім қан болар. Сеніміме содан түскен таңба бар. Мақыл көрсең, әкесін бол сатқынның, осы араға алдырғаның жөн болар. Келді ме әлде жауынан сыр тартқысы, шыңғыс басын изеді оған үн-түнсіз. Біраздан соң қаба сақал қарт кісі екеуіне қарсы қарап тұрды үнсіз. Қайыр айтты: жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан, таңданатын түк те жоқ, бірақ жылан қалай туды қыраннан. Қария айтты: сыйлы басым қуарды, жария етіп жалғанымды, менің қыран болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды. Әділі сол, көнбе мейлің, көнмейлің, әр адымың қиындаған, адал өлім бұйырмаған, менен сорлы жан бар десең сенбеймін. Ең негізгі кінә әрине өзімде. Бұл баланы жаңа туған кезінде перзентіні тұсаған жан мұратын, Афрасияптың ар жағында тұратын нағашысы бауырына басқанды. Қателігім осы арадан басталды. Кіндік кескен өлкесінің сорына ер жеткен соң қайта келді қолыма. Бөренені жарып шыққан сынадай, бабалардың бізге жеткен құлақтыны іздеп өткен өсиет бар мынадай. Әр нәресте қашан есі кіргенше жер қадірін, ел қадірін, ең бастысы тіл қадірін білгенше, алғашқы әнтек қылығына өзі ұялап көлгенше, көтергенше балаң ойдың желкелігін, қинаса да қиқар соқпақ қиыс жол өзін туған қасиетті өлкенің ауасымен дем алуға тиісті ол. Мен осынау борышыма әкелік, немқұрайды қарадым да, кінәлі боп ар алдында жібердім зор орны толмас қателік. Міне, төрім бірігіп тұр көріме, көрінетін бетім бар ма еліме. Мына сатқан перзентіме қосақтап, өлтіруге міндеттісің мені де. Азғындықтың соңы бізбен құрысып, сабақ болсын ердің қатар күн үшін. Құм мәңгілік бүк, бүркей алмас асылды, даңқын көктеп, өтеді әлі ғасырда. Ал, қимылда, қалды уақыттым тысқа, қағу үшін сенің қайсар басыңды асығып тұр мынау залым шыңғыста. Қайыр айтты: иә, қоштасар келді күн, азбан шыңғыс тарихын қорладау. Ойлап тұрсам, енді бәрі арманау. Отырардың жан қиярлық ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмадау. Шыңғыс айтты: өкінгенмен болмайды, ешкімге де берілмейді бассауға. Бұйрық еттім түгелімен қырып тастауға. Отырарда еркек кіндік қалмайды. Қария айтты: қателестің, қалады. Жұма бұрын шетке елші қақпадан, жүзін жалын қақтаған, мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрі келді, бұл еңбегің жарады. Бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ал ол ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақтан бөліп қараны, талай өзен тасып өтер, бәлкім талай ғасыр өтер, деп қайырған жасқа толып жанары, отырарға қимай ұзақ қарады. Оян, қайыр бабатайым, қасиеттім, қымбаттым, сан алапат тасырдан соң, тасыр дауыл басылған соң,
7,5 ғасырдан соң өзіңді іздеп тіл қаттым. Аман қапты батыр арман, отқа оранған отырардан, қашып шыққан сол баяғы баладан, бұл күндері санатты ұрпақ тараған, дәуірінің қанатында самғаған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен болам. Кешіктің деп кінәлама айбарлым, сен ояту үшін қанша ойландым. Еңіреген ереңдау аузы дуалы, бізге жетті жүрегің шуағы. Түп тамырын сенен алып жатқан ел, саған ұқсас батырларын туады. Күллі Азия көз тігетін таңдана, құм астынан көрінбейді паң қала. Сол қалаға арнаған бұл жырымды оң қабақпен қабылдай көр жан баба.